Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Қадірменді исламда бір туған туысқандар. Бүгін өздеріңізбенен жалпы адам баласындағы болатын жеке тұлғадағы екі үлкен элемент жайында сөз қозғаймыз. Бүгінгі уағызымыздың тақырыбы адамның екі үлкен элементі деген тақырыпта болады. Бұл дініміздегі адам баласының жаратылысына байланысты болған нәрселер. Негізі адам баласы бірінші жердегі материалдық элементтерден, екінші көктегі рухани жан дүние элементтерінен құралады. Жердегі элементтер болатын болса, бұл адам баласының әу баста жаралуы топырақтан болғандықтан тәннің жаратылысын біз жердегі элементтер деп қабылдадық та. Ал енді Алла тағала адам баласы жаратылғаннан кейін оған өзінен рух үрлеп жан бергендігі үшін о жанды көктегі элементтер деген бөлімге бөлдік. Негізі Абай атамыз бұл жайында да өзінің өлеңінде өлсе өлер табиғат, адам өлмес, бірақ ол қайтып келіп ойнап күлмес дейді. Осындағы өлсе өлер табиғат деп отырғаны біздің жерден жаратылған 12 мүшеміздің, тәніміздің өлетіндігін айтса, ал енді адам өлмес деп, яғни рухты ол мәңгілік өлмейтіндігін, бірақ ол қайтып келіп ойнап күлмес деп, яғни өлген адамның рухы ол мәңгі Алла тағаланың құзырында, бұл дүниеден басқа ол дүние деп айтатын екінші бір әлемде өмір сүретіндігін айтпақта. Енді осы екі элементте адам баласының кемел адам болу үшін бұл екі элементте өзіне тиесілі азықтықтарын қажет етеді. Жердегі элемент, яғни тән қалауы болатын болса, бұған ішіп жеу, ойнап күлу, атақ даңық, абырой, мал өсіру, жер кеңейту сықылды дүниеуи, яғни материалистік дүниелерді қамтитын болса, ал рухани жан дүние әлемі ол метафизикалық әлем деп, яғни ғайып мәселесінде. Алла тағаланың бар екендігіне, бір екендігіне, ақырет күніне, пайғамбарларымызға, елшілерімізге, кітаптарға және өлгеннен кейін қайта тірілуге, тағдырдағы жақсылық жамандықтың барлығы Алла тағаладан жазылған жазымыш екендігіне сену сықылды иман мәселесін қамтиды. Осы екі тұрғыдан адам баласы кемел болу үшін екеуінен де өзіне тиесілі азықтықтарды қажет етеді. Енді осындағы рухани элементтер болатын болса, бұл өмір мен тіршілікті қамтамасыз ететін қажеттіліктерді қамтыған негізде дүнияуи элементтер де өзіне қамтиды. Бүгінгі күндегі адам баласына қалайтын болсақ, жалпы бүгінгі күндегі адам баласы бұл екі элементтің біреуімен ғана жұмыс жасап жатқанын көреміз. Яғни тән қалауы, яғни материалдық дүниемен. Ішіп жеу, ойнап күлу, мал дүниесін көбейту, атақ даңық, абырой сықылды нәрселермен айланысып жатқанын көреміз. Сондықтан да бүгінгі қоғамдағы теңсіздік мәселесі, бүгінгі қоғамдағы қоғамның кемелділікке жетпеу мәселесі осы екі тарапты бір-бірімен үйлестіре алмауда. Өмірді тек өзінің ақыл ойымен ғана санайтын болса, жаңағы тән қалауымен ғана санайтын болса, жамандықтармен, қараңғылықтармен, надандықтармен өмір сүретті, оның астарын, оның тегіндегі реалдықты танып жетпейді. Өйткені адам баласы жан мен тәннен құралғаннан кейін бұл дүниедегі барлық нәрсе жақсылық және жамандықтан құралады. Дүниеге мән берген, дүниеге көңіл бөлген адам баласы, дүниеуи құндылығын көбейткен, дүниеуи құндылығын дамытқан адам баласы, ол рухани жан дүниемен байланыста болмағаннан кейін, жаңағы адам, Абай атамыз айтқандай, адам бір боқ көтерген боқтың қабы, өлсең сасық боласың, онан тағы деген сықылды. Материалдық дүниеге көңіл бөлген адам баласы тек қана тіршілігінде сондай бір пасықтық өмірде, қараңғылық өмірде ақиқатына жетпейтіндігін білеміз. Бүгінгі күндегі көп адам баласы осы материалистік дүниеге берілгеннен кейін олардың санасында өзім білем, немесе менің ойымменен шешіледі, менің ойлауым тура деп өзінің шекті ғана, өлшеулі ғана ойыменен санастырады. Абай атамыз айтқандай, өлшеулі мен өлшеусіз тең бе? Біздің санамыз өлшеулі ғана. Біздің санамыз біртіндеп дамып, біртіндеп өсіп, мысалға сәби баланың дүниеге келгеннен кейін сөйлей алмауы, оның жүре алмауы, оның белгілі пікір, ой қорыта алмауы, оның біртіндеп дамуына байланысты екендігін біз материалдық жақтан білеміз. Ал материалистік дүниеге көңіл бөлген адам баласы өзімнің ойлауым, менің көзқарасым,
бәрінен жоғары, мен өте кемелді ойлаймын деп ақылына берілгендіктен, рухани жан дүниенің астарына үңілмегендіктен ол көбінесе қателіктерге жол бере береді. Сондықтан да рухани өмірмен байланыстыра отырып, өзіміздің жан дүниемізді илахи аянмен, яғни Құранмен, Алла Тағаладан келген уахимен байланыстырып, біз әр нәрсенің тегіне жеткенде, екі дүниемізді тең алып жүрген кезде біз кемелділікке жетеміз. Мысалға, адам баласы жаңағы жан мен тәннен құралатын болса, ол жан мен тән бір-біріменен кемелділігін қамтамасыз еткенде, жаңа айттық қой, тәннің де өзінің қамтамасыз ететін азықтықтары болады, жанның да өзін кемелділікке жету үшін қамтамасыз ететін азықтықтар болады. Жанның азықтықтары ақыретке сену, ғайыпқа сену, Аллаға сену, періштелерге сену. Біз әрбір ісімізді Алла бізді көріп тұр, яғни ғайыпта Алла бізді көріп тұр деген иманмен болатын болсақ, біз ол жерде жамандыққа, зұлымдыққа баспаймыз. Бүгінгі күндегі қоғамға жаңағы адам баласына бір-біріне зұлымдық жасауы, бір-біріне соғыс ашуы, бірін-бірі төмен санауы, осылардың барлығы материалистік дүниеге көңіл бөліп, Алла Тағаланың өзін қарап тұрғанына, ихсани өмірге мән бермегендіктен, яғни екі иығындағы періштелердің де оны жазып тұрғаны, оған кираман катибин деген бақылаушы періштелердің бар екендігіне сенбегендіктен, олар бұл дүниеде өзімнің ойым тура, мен бәрін білемін деген өзімшілдікпенен ауырып, адам баласына зұлымдық жасауда. Бүгінгі күндегі жер бетіндегі адам баласының жан санын төмендетеміз. Бұл адам баласының жан саны жер шарына сыймай кетіп жатыр деу арқылы адам баласына биологиялық жақтан зұлымдық жасап, оларды қыруының өзі де, оларға зұлымдық жасауының өзі де ол адамдардың санасындағы материалистік көзқарастың басымдығында. Егер Алла Тағаладан қорқатын, Алла Тағала көріп тұр деп ойлайтын, әрбір нәрсенің Алла Тағаладан келген осы Құранымыздағы айтылған илахи уахиларменен негізделе отырып астарына үңілгенде, ол адамдарда адам баласы тұғыр жаңа құрт құмырсқаға зұлымдық жасау болмайды. Мысалға, кешегі біздің өткен бабаларымыз аяқтарына сылдырмақ тағып жүрген дейді. Не үшін сіз аяғыңызға сылдырмақ сағасыз деген кезде, жер бетіндегі құмырсқаларды, жер бетіндегі жәндіктерді мыжып кетпеу үшін дейді. Ал енді кезіндегі саңлақ сахабаларымыздың өміріне мән беретін болсақ, ол кісілер ауыздарына тас салып жүрген дейді. Неге аузыңызға тас саласыз дегенде, менің аузымнан жаман сөз шықпай кетпеу үшін. Яғни олар рухани жан дүниеменен материалистік жан дүниеге, метафизикалық құбылыспенен материалдық дүниеге тең мән берген халде, әсіресе осы ихсан іліміне өте жоғары көзқараста болғандықтан, оған өте мән бергендіктен, бұл дүниеде ізгілік деген нәрсе орнаған. Сондықтан да біз кешегі бабаларымыздың, кешегі өткен ата-бабаларымыздың жолына түсу үшін, бүгін де біз сондай өзімізді кемел адам құру үшін жан дүниеменен материалдық бағыттарымызға ерекше мән беруіміз керек. Мысалға, Абай атамыздың жаңағы толық адам іліміне мән беретін болсақ, толық адамның өлшемі нұрлы ақыл, жылы жүрек, ыстық қайрат дейді. Осындағы нұрлы ақыл ол илахи, тәңірлік, Алла Тағаладан келген уақиға мән беру, яғни жаңағы көктегі тәңірлік материалистарға мән беруде, яғни ғайыпқа сенуде, ол нұрлы ақылы менен Алла Тағаланың тануында, өлгеннен кейінгі өмірге сенуінде жатыр да. Жылы жүрек ол бұл дүниедегі қоғамдағы бүткіл жаратылысқа, мейлі адам болсын, хайуан болсын, ұшқан құс, жүгірген аң болсын, барлығына мейіріммен қарауда. Өйткені Алла Тағала мені көріп тұр ғой деп оларға рахым жасауда. Ал енді ыстық қайрат болатын болса, сол Алла Тағалаға деген ихсани иманмен және мейірімділік, көркем ақылақ мінезбенен өміріміздегі әрбір іс-әрекетімізді қандай қиындықтар болса да сабырлықпенен жасауда болып тұрды, табылып тұрды. Ал енді адам баласының осы метафизикалық құбылыстан бөлек материалистік құбылысқа бой алған сәттегі зұлымдыққа баратын жолын Абай атамызда 5 дұшпанын білсеңіз деп, өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер, мал шашпақ деп айтқан. Қарайтын болсақ, бұл бесеуі де материалистік дүние. Өсек, өтірік, жаңағы еріншек, бекер, мал шашу, сырап қылу, мал дүние жинау, атақ абыройға берілу, бұл нәрселердің бары материалистік дүние. Сондықтан да біз материалистік жан дүниемізбенен рухани жан дүниемізді тең ұстағанда кемел адам кейпіне, кемел адам дәрежесіне жете аламыз. Бұл адам баласында болатын екі үлкен элемент. Сондықтан әрбір адам кемелділікке жету үшін осы екі үлкен элементке аса мән беру керек.
Алла тағала баршаларыңызға осы бір уағызымыздан жақсылық, игілік және жақсы таным көзқарас алған болсаңыздар, сауаптан жазсын. Жан дүниелеріңіз бен тән дүниелеріңізді тең алып жүруге Алла тағала нәсіп етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.